Бүгінгі күн біреуге қуаныш, біреуге өкініш. Ал бүгін болса некелерін қиған жас жұбайларды құттықтаймыз. Кейбір сезімдер адамға жай ғана жүрек ауыртпайды. Олар жаныңды тіліп өтеді. Ақтөре дәл сол күйді бастан кешіп отыр. Кеше ғана өткенді еске алып, көз жасы төгіліп, телефонындағы ескі суреттер мен видеоларды шолып отырған жігіт. Бүгін сол жігіт бармағын тістеп үнсіз қарап отыр. Бұрынғы сүйгені басқа жанның жары болып шыға келді. Күтпеген шешім. Әсем мен Әділет бұған дейін Ақтөбе қаласында жүрген. Ешқандай дабырасыз, артық жарнамасыз, жай ғана мешітке барып, некелерін қидырып келіпті. Қарапайым, бірақ нақты қадам. Бәрін естіп білген Ақтөре алғашында сене алмады. Жай ғана таң емес жүрек тоқтата жаздаған сәт. Бір кезде менің қасымда жүрген, күліп, бірге армандаған қыз. Енді өзге біреудің жары. Дәл осындай сәтте жүрек үнсіз шыңғырады. Ал көзіңде жас болмаса да, ішіңде дауыл тұрады. Уақыт пен шешім. Ақтөре мен Әсем екеуі 2 жыл бірге болды. 2 жыл аз уақыт емес. Бірақ сол аралықта нақты шешім жасалмады. Сезім болғанмен әрекет болмады. Ал Әділет пен Әсем бар жоғы 2 ай ғана сөйлесіп, ешқандай күмәнсіз, күтіп отырмай, уақыт созбай отбасын құрды. Осыдан соң бәрі бірақ сұрақ төңірегінде ойланып қалды. Шынымен де қызың тұрмысқа шығып кетеді деген рас па? Желіде жарылған пікірлер. Бұл жаңалық жұрт арасында жарылыс тудырды. Қуанышпен құттықтағандар да, түсінбей қалғандар да, таң қалғандар да бар. Қатты таңданғандар. Мына қызда ешқандай хис қалмаған ба? Бүгін біреу, ертең біреу. Айналып келгенде Ақтөре емес, ол жігіттің анасы мен отбасы обал боп қалмаса екен. Сонда 2 жыл сөйлескен жігітіне үйленбеген, ал 2 айда басқамен неке қидыру, не деген шешімқорлық. Әлде өзіне жай ғана бір фамилия керек болды ма? Бірақ ақ тілектер де көп болды. Жігіт сүйсе алады. Құтты болсын. Жұма күні ниетпен қиылған неке нұр үстіне нұр. Екеуіне де бақыт тілейміз. Қыз жылап күтіп жүрді. Бірақ ештеңе шықпады. Енді міне өз бақытына қадам басып жатыр. Өмірлері шаттыққа толы болсыншы. Шыны керек, соңғы стористарынан уайымдап кетіп едім. Енді жүрегім тынышталды. Құтты болсын, жандарым. Аралас пікірлер де болды. Бүгін некеде, кеше әлі де айырылыспағандай едік қой. Қай кезде келістіңдер? Бірақ не болса да бастысы, бақытты болыңдар. Жарияға жар салмай, тыныш қадам басқандары да дұрыс шығар. Бірақ көбі не болғанын әлі де түсіне алмай жатыр. Ақтөренің ішінде не қалды? Бұл сұрақтың жауабы үнсіздікте. Ол ештеңе жазбады, ешкімге уәж айтпады. Тек қарап қалды. Қызың басқаға кетіп бара жатқанда қолдан келер ештеңе жоқтығын түсінген сәт, ерлік пен әлсіздіктің түйіскен жері. Өйткені ол өткенге енді жете алмайтыныңды мойындау. Қорытынды. Бұл бір ғана махаббат хикаясы емес. Бұл шешім, уақыт және жүректегі батылдық туралы оқиға.